Кеспе көже дайындаған кезде арасы осылай шашыраңқы, қанша осылай мышсаңыз да бір-біріне жабыспайтын рецептпен бөлісемін. Ең кереметі, бұл кеспені сізге сағаттап кептірудің мүлдем қажеті жоқ. Қамырына жұмыртқа, тұз және сұйық майды құйып жақсылап араластырамыз. Қажетінше ұнды салып, қатты қамыр илейміз. Қамырмен жұмыс істеу оңай болу үшін міндетті түрде 2-3 қайтара иығын қандырамыз. Енді қамырды жайып барлығын дайындап болғаннан кейін сізге жабыспаудың рецептімен бөлісемін. Ол үшін қамырды осылай дайындап болғаннан кейін қызып тұрған табада екі жағын осылай аздап қана күйдіріп аламыз, яғни қатты қыздырмаймыз. Бізде дәл осындай болып шығады. Енді осыны екі бүктеп, жіңішке осылай видеода да кесіп шығамыз. Ескеретін жай, табада қамырды қыздырған кезде аздап қана қыздырасыздар, осы қатты күйдірмейсіздер, және қамырларыңыз дәл лапша кескендей болып шығады. Қайнап тұрған осы сорпада кеспелерімізді салып аламыз, 5 минут аралығында пісіріп аламыз. Міне қараңыздар, біздің кеспелеріміз дайын, осыны дара-дара болып піседі. Міндетті осы рецептпен сақтап алып дайындап көріңіздер, себебі дәл осы әдіспен дайындаған кезде кеспелеріңіз өте дәмі ерекше болып шығады. Видео ұнаған болса, парақшама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар, және осы видеоны кеспені жақсы көретін құрбыларыңызға жіберіп қойды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.